Қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның алғашқы күніне ауызашарға арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біз бүгінгі ауызашарға палау пісірдік. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен палауға қажетті заттар: 1 кг күріш, 1 кг ет, 1 кг сәбіз, жарты кг пияз, өсімдік майы, 1 литр су, сарымсақ, тұз және зіре. Сарымсақты өз қалауыңыз бойынша қосасыз. Яғни сарымсақты қосу міндетті емес. Ең алдымен қазанға 2 ожау май құямыз. Және де осы майды қыздырып аламыз. Қыздырылған майдың үстіне етті салып қуырамыз. Қуырылған еттің үстіне пияз салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Пияз қызыл түсті болып қуырылған соң, сәбіздің 4-тен 1 бөлігін салып, аздап қуырамыз. Содан соң сәбіздің қалған бөлігін салып, 1 литр су құямыз. Су құйған соң, үстіне сарымсақтарды салып шығамыз. Ең соңында тұз бен зірені саламыз. Ет менде тұздалған, сондықтан тұзды мен аз қосып жатырмын. Және де аздап қана зірені себіп шығамыз. Егер сізде зіре болмаса, кез келген палауға арналған дәмдеуішті қолдансаңыз болады. Қайнап шыққан соң, плитаның астын төмендетіп, қазанның қақпағын қиялатып жауып қоямыз. Ет 30-40 минуттай қайнауы керек. Ет қайнап жатқан аралықта күрішті 2-3 рет жуып, жібітіп қоямыз. Бізде палаудың суы жарты сағаттай қайнады. Ал енді сарымсақтарды басқа ыдысқа аламыз. Ал содан соң сәбіздің астындағы еттерді үстіне шығарамыз. Ал енді жібітілген күрішті саламыз. Палаудың күрішін салып жатқанда, плитаны ең жоғарғы градусқа қоямыз. Палаудың суы кішкене тартыла бастағанда, жарты стакан қайнаған суды аз-аздан құямыз. Және де күрішті сәбізімен араластырмай, тек өзін астынан жоғары қарай осылай араластыру керек. Қажет болған жағдайда суды аз-аздан құйып отырамыз. Күріш ісіп пісе бастағанда, күрішті осылай қазанның ортасына үйіп қоямыз. Ал содан соң қалған зірені қолмен езіп шығамыз. Күріштің үстіне сарымсақты салып, бетіне бірнеше тесік жасап шығамыз. Ал енді қазанның бетін қазаннан бу шықпайтындай етіп жауып қоямыз. Және де плитаның астын ең төменгі градусқа қойып, палауды 20 минутқа бұқтырып аламыз. Міне біздің палауымыз да пісті. Ал енді нан мен шелпек жасауға кірісейік. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы сүт құямыз. Үстіне аздап қана су және сары май саламыз. Майонез салып араластырамыз.
және де араластыра отырып бір жұмыртқа саламыз. Сұйықтықтың үстіне 25-30 граммдай ашытқы саламыз. Ал егер сізде құрғақ ашытқы болса 10 грамм саласыз. Ал енді 2 ас қасық қант салып араластырамыз. Міне бізде 1-2 минуттан кейін ашытқымыз осылай көпіріп шықты. Енді ұнды електен өткізіп, салып қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде қамыр ашып дайын болды. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігінен 2 нан және екінші бөлігінен 7 шелпек пісіреміз. Қамырды табамызға сыятындай етіп жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған майға шелпекті пісіріп аламыз. Бүгінгі салатқа балауға үйлесімді етіп, қызанақ пен қияр салатын дайындадым. Ауызашардың бірінші күніне арналған ас мәзіріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашардың екінші күніне арналған ас мәзірін күтіңіздер. Келесі кездескенше.